Ал достар, біз Көлсайға келдік. Табиғат әдемі. Бұл видеода сіздер Көлсай Қайыңды және Шарын шатқалына кіру бағалар қанша болып жатыр, қонақ үйдің бағасы қанша, соны білетін боласыздар. Видеоны аяғына дейін көріңіздер, лайк басып кетіңіздер. Көлсай Қайыңды жолындамыз. Қазір Шарын каньонына өттік. Нұрсан екеуміз. Табиғаты енді керемет екен. Ассалаумағалейкум достар. Біз Көлсай Қайыңды Шарын каньонына жолға шықтық. Күнде келіп, құрметі ауылында екі ағайынды деген қонақ үйге тоқтадық. Адам басына таңғы асымен бірге 13 мың теңге екен. Іші таза. Қазір кішігірім видеосын, рум-турдың видеосын қосып қоямын. Ал достар, кішігірім рум-тур жасап жүрейін. Бұл әрине біз алған номер емес. Біздің ішінде бардак болып отыр, түнде келіп жайғасқаннан кейін. Мына терезедегі енді көріністі қараңыздар. Пердені шетке тартайын. Азында тұрған кезде осындай көрініспен ашылғандарына көп емес, 2 жыл болыпты. Іші тазалығы барлығы жақсы. Мына жақта санузел, душ, керек шампунь, гель, сабын, полотенце барлығы бар. Біз алған номерді осының үстіндегі 2 кровать, 2 бөлек. Осындай. Құрметі деген ауылында 2 ағайынды деген қонақ үй, келіп жайғассаңыздар болады. Бір күнге қазір енді кішкене сезон басталып отқаннан кейін адам басына 10 мың теңгеден таңғы асы бар. Бөлек таңғы асты бөлек төлейсіздер. Ал Құдай қаласа осындай керемет көрініспен таңғы ас жейлеп отырық. Ас болсын.
Ал достар, біз Көлсайға келдік. Табиғат әдемі. Бұл төменгі Көлсай деп аталады. Кіру адам басына бағаларын қазір қойып кетем. Келіп, көріп, машина тұрағына бір төлейсіздер, адам басына бір төлейсіздер. Кеп көрсеңіздер болады. Қайындыға келдік біз. Бірінші нүкте Көлсай болатын. Екінші қазір Қайындыға келдік. Машинаны жолға қойып, бері қарай бұқаңкілермен салонға 15-20 мың бағасының арасында. Біз қосымша тағы да бір семьямен бірге қосылып, общий бағасын 16 мың теңгеге келістік. Ол 4 адамнан тұратын семья 10 мың теңгесін, 6 мың теңгесін біз төледік.
Ал достар, біз 3-ші локацияға келдік. Бұл Шарын каньоны, яғни Шарын шатқалы. Бірінші Көлсайға бардық, түнде барып қондық, Көлсайды көрдік. Одан кейін Қайынды, енді соңғысы 3-шісі бұл Шарын шатқалы, Шарынский каньон деген. Табиғаты енді керемет. Өзіміздің Қазақстан табиғатын, өзіміздің табиғатымызды аялайық, табиғатымызды құрметтейік. Осы жерді аралап, қазір көру барлығына почти бір баға. Көлсай, Қайыңды, Шарын барлығына 2 адамға 2200-2300 сондай ақша болып жатыр. Машинамен кіріп, 2 адамға төлеп жатқанымыз. Жалпы осындай. Келіңіздер, көріңіздер.